Қайырлы күн. Еңбек KZ-те, еңбек KZ деген платформада Skills еңбек KZ деген несі бар. Дополнительный функция бар. Ол жерде жаңағы оқушылар тегін курс оқуға болады. Ссылка осындай жіберіледі. Осы ссылканың үстіне басқан кезде Google браузермен ашылады осылай. Мысалы, курстың выращивание малины дейді. Малинаны өсіру технологиясы айтылады. Осы жерде адамның суретін басамыз, аккаунтқа кірген сияқты. Сіздер осы жерге кіргенде, қазір мен шығып кетейін. Кірген кезде осындай в IT деп профиль деп таңдап тұрады. Осы жерде автор емес, обучающий деген таңдайсыздар. Сол кезде обучающий таңдаған кезде мына жерде резидент, не резидент деп тұрады. Осы жерден резидентті таңдайсыздар. Сол кезде мына жерде осындай сайт ашылады. Енді осы жерге 9-шы сынып оқушылары сіздер тіркелу керексіздер. Регистрация дегенді басамыз. Осы жерде почта арқылы тіркелу болады, немесе телефон арқылы. Телефон арқылы басасыздар да телефон номерларыңызды жазасыздар. Және пароль придумать етесіздер. Өздеріңіздің пароліңіз құрсаңыз болады, немесе мына телефон өзі надежный пароль құрып береді. Мысал ретінде өзіміздің паролімізді құрайық. Парольдарыңызды ұмытпаңыздар, кейін кіре алмайсыздар. Міне, екеуі сападайды. И регистрация деп басасыздар. Сол кезде сіздерде регистрация деп шығады. Мен уже тіркелгеннен кейін осындай қызыл шығып жатыр. Сіздер қайтадан тіркелген кезде сіздерде осындай сайттың беті ашылады, еңбек Skills'тың. Осы жерде посмотреть курсы деген бар. Осын басамыз. Осын басқан кезде сәл төмен түскенде міне курстың бәрі платный, промо деген версиялар бар. Осы жерде бесплатный дегенді таңдайсыздар. Бесплатный таңдағаннан кейін төмен қарай түскен кезде міне выращивание малины дейді. 4 сағат жүреді курс. Бірақ жылдам өтсеңіздер де болады, болмаса толықтай оқып шықса болады. Осы малинаның үстіне басасыздар. Сіздерде төмен қарай түсесіздер. Түскен кезде мына жерде кабинет деп тұр ғой, соның жанында сіздерде пройти бесплатно деп тұрады. Соны басасыздар. Басқаннан кейін главный окошкаға апарады. Қайтадан осылай төмен қарай түсесіздер. Сол кезде түскен кезде жаңағы курстарыңыз не записано на курс, перейдите в кабинет деп тұрады. Осы кабинет дегеннің үстіне басасыздар. Кабинетке барған кезде мына жерде міне курсы, сертификаты, тестирование деп тұрады. Курсы да міне мои курсы дегенде осы жерде сіздер жаңағы выращивание малины деп тұрады. Соны таңдаймыз. Таңдаған кезде міне описаниеда барлық жазылады. Автор кім екен, қандай курстардың оқу түрлері бәрі көрінеді. Осы жерде міне жоғары жақта уроки деп тұр. Урокиді басамыз. Сол кезде мына жерде сіздерде бәрі бірінші шаг тұрады, модуль, екінші және үшінші модульден тұрады. И төртінші тест болады. Бірінші модульдің үстіне басасыздар. Басқан кезде мына видеосын көріп шықсаңыздар болады. Жоқ, көрмеймін, жылдан бітірем десеңіздер, мына завершить урок дегенді басасыздар. Сол кезде міне бірінші модуль өтті. Потом екінші модульдің үстіне басасыздар. Төмен қарай түсіп завершить урокты басасыздар. Міне бірінші, екінші, үшті де тура солай өтесіздер. Өткеннен кейін соңында итоговый тестирование дейді. Соны басамыз. Соны басқан кезде мына жерде сіздерде жаңағы сұрақтар шығады. Сұрақтың жауабы дополнительно жібереді. Мен жіберемін ответтерін. Сол жерден әр 15 сұрақтың бәріне өйстіп белгілеп шығасыздар. 80%-ына дұрыс жауап беру керек. Сол кезде дұрыс жауап тестті завершить деген басқан кезде сіздерде мынандай шығады: результат тестирования деп. Поздравляем, тест пройден. Вы правильно ответили 15 сұрақтың 11 деп. Осы жерден перейти сертификатам деген басамыз. Осы жерде міне мои сертификаты деген бөлімге апарады. Осы жерде мысалы міне бұрынғы курстарыңыз шығады. Сіздерде мынандай выращивание малины деп тұрады сертификат. Осында оставить отзыв дейміз. Мысалы ұнады, ұнамады деп жазасыздар да сохранить батырмасын басасыздар.
мысалы ұнады, сохранить. Қайтадан төмен қарай түсіп, міне скачать сертификат дейміз. Осы скачать етілген сертификатты, міне осына сертификат беріледі. Осыны сынып жетекшіге жібересіздер. WhatsApp арқылы передать как файл дейміз. Мына жерден бұлайынан жасамаймыз. Кәдімгі ссылка қылып мынандай версиямен жібермейміз.